Баршаңызға сәлем достар. Қолымнан ұста фильмдегі басты рөлді сомдаған актриса Джейланың жеке өмірі мен карьерасы жайында мағлұмат беремін. Шын есімі Айбике Йылмаз. Айбике Йылмаз 1993 жылдың 1 қаңтарында Түркияның Самсун қаласында дүниеге келген. Айбике театр және кино актриса мен модель қызметінде жұмыс жасайды. Айбике өз есімін театр сахнасында сәтті қойылымдар арқылы таныта білді. Жоғарғы білімін Кипрде алған. Актерлік шеберлігін дамытып, актерлік мансабына үлес қоса білді. Ең алғашқы рет Қызыл бөлме сериалында ойнаған. 2023 жылдың Адал сериалындағы басты кейіпкер Элифтің рөлін сомдаған. Ол фильмде драмалық әрі әсерлі оқиғаны баяндайды. Бұл рөл Айбике Йылмаздың кино әлеміндегі ең алғашқы маңызды рөлі, актерлік кино мансабындағы үлкен қадамы бола білді. Басты рөлдерді Айбике Йылмаз және Эмре Өзмен есімді актерлер сомдайды. 2025 жылдан бастап Астана арнасынан тамашалай аласыздар. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.